Сәлеметсіз бе? Біздің сізге таныстыратын тақырыбымыз бүгін стеномикротростын жасау және қалыптастыру тәртібі. Үш баяндамашы сізге үш тақырыпта түсіндіріп өтетін болады. Бірінші менікі стеномикростын қалыптастыру тәртібі. Ең алдымен стеномикротрост дегенімізге түсініктеме беріп өтетін болсақ, бұл 1037-2001 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының стандарты. Іс жүргізу және архивсі терминдер мен түсініктемелерді былай келтіріледі. Стеномикротросы ұйым қызметінде қалыптасатын сақтау мерзіміне көрсетіле отырып, белгілі тәртіппен рәсімделген жүйеленген құжаттар тізбесі. Стеномикротросын ашу барысында біз қандай нормативті құқықтық актіге тоқталамыз. Соларды айтып өтсек, бұл 703-ші қаулы, үкімет қаулысы 2018 жылы 31 қазанда бекітілген. Аталған қаулы стеномикротросы қалай жасалу керек, қандай талаптар қойылады, қалай рәсімделуі тиіс, солардың